Сәлем достар, бүгін картошкадан фри жасап, балаларымызды бір қуантып қояйықшы. Ал ендеше рецепті жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ең алдымен картошкамызды жуып, тазалап аламыз да, жіңішкелеп турап шығамыз. Одан кейін картошканың крахмалы кетуі үшін салқын сумен 2-3 қайтара жуып аламыз. Суын толықтай төгіп тастап, үстіне 1 шай қасық тұзды сеуіп, 10 минутқа қойып қоямыз. Сонда тұзы сіңіп, жақсы болып тұрады. 10 минуттан кейін картошканы суынан құрғату үшін сүлгінің бетіне осылай жайып шығамыз. Одан кейін қағаз майлықпен сүртіп, толығымен құрғатамыз. Картошкамыз қуыруға дайын. Енді қызып тұрған майға картошкаларымызды салып, қызарғанша шамамен 2-3 минуттай қуырып аламыз. Картошканы қуырған кезде қызартып қуырсаңыз, қытырлақ әрі дәмді болып шығады. Осылайша барлық картошканы қуырып аламыз. Мінекей, аз ғана уақыттың ішінде фрилеріміз де дайын болды. Дәмі өте керемет, балаларға қатты ұнады. Видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Замира.